Жаугершілік заманда бабалар бір-бірімен түтін салу арқылы тілдескені белгілі. Олар жүздеген шақырым жерлерден белгі беріп, ескертіп отырды. Мен қазір дәл сондай тарихи мекеннің бірінде тұрмын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде ауылдағы ағайын. Біз бүгін Сарқан ауданына қарасты Қарауылтөбе ауылына келдік. Алдағы уақытта алақандай ғана ауылдың тұрмыс тіршілігімен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір осы Қарауылтөбе ауылының тарихымен таныстырмаққа ақсақалымыз күтіп отыр. Ауылдың аздаған тарих туралы сұрап білейік. Ертеде бұл Жәнібек хандық құрылатында соған шейін 300 жыл мекенсіз тұрған, жан баласы болмаған жер деп айтатын. Содан кейін сол Жәнібек хандығын құрғаннан кейін жоңғарлар шапқыншылығы басталып бұл жақтан еткен. Содан сол уақыттарда сол енді жоңғар жасады ма, жоқ қазақтар жасады ма, мына төбені қолдан жасаған деп айтады. Мына екі төбені қолдан үйген деп, қарауға деп жасаған деп айтатын. Мына өкіметтің тұсында мынау осы пограничный совхозы 54 жылы құрылды. Сонда мынау сол совхоз құралғанда мясной, молочный, свекловичный совхоз құралды. Мал емес, егін, свеклі, сонысын сол ет өткізеді. Ал қазір мал бағастыр ма? Қазір мал бағады, бірақ мал көп емес, егін. Мұның жерінің бәрі егін шаруашылығы ғой. Кім жатыр екен мына жерде? Бұл жерде Қазақтан Наурызбай көп болған ғой. Сол Наурызбайдың зираты деп, осында солай айтты, бірақ қанығын ішкен білмейді. Қарауылтөбе бір қарағанда аласа боп көрінгенмен, бұл жерден Балқаштан бері жатқан Қысқаш тауы және де Молал өлкесі анық көрінеді. Жалпы Қарауылтөбе ауылы алақандай ғана ауыл, шамамен 150-ге жуық түсіні бар. Қазір біз ауыл үшін аралап, елдің қоңыр тіршілігімен танысайық. Бұл ауылдың басты кәсібі егін шаруашылығы. 4 түлікті көже-қатыққа және де мініс ретінде шамалап қана ұстайды, өйткені жайылым тар. Қарауылтөбеде 600-ден астам тұрғын бар. Жайбарақат жатқан ауыл іргесінде Бұқпан өзені ағып жатыр. Табиғаты көркем, жалпы қоңыр тіршілікті ауыл екен. Қазір менің оң жағымда бір тұрғын аттағалап жатыр, сол кісімен тілдесіп қайтайық. Бұл ауылдағы ағайын деген хабар, қалдарыңыз қалай? Аман есен. Ел іші тыныш па? Аман есен. Аттағалап жатырсыз? Иә. Сізге көмектесіп жіберейін, аяғын ұстап тұрайын ба? Ұстай ғой. Бұлай тағаға жақсы тұра ма аға? Ат тағалар алдында табанын тазалау. Сірей торта. Тазалаймыз. Мұна тұяғының бәрін жону керек қой? Жону керек бәрін. Таға тегіс жатса көпке баса ма сонда? Иә, таға тегіс жатса көп жүреміз. Даттар еттен
Өткен ақырын аламыз жанып. Тағаға да батпайды. Өсіп кеткен иттер. Мына жер қалай аталады? Жүрекше деген осы ма аға? Жүрекшелер осы. Аламыз ақырын. Қатты жонып жіберуге де болмайтын шығар. Болмайды, онда мына маятында тиіп кетеді да тақсайды. Ол болмайды балалар. Тағалау үшін атты да үйрету керек пе? Атты енді үйрету керек. Обычно аттың өзінің тұратын станок жасайтынбыз. Кезінде онда 4-5 ат тағалаймыз. Көшпілеп тағалайсың. Өзіңіз жылқы көп ұстайсыз ба аға? Ұстайым. Жылқы малын өзіміз. Қазақпыз ғой. Қанымызда бар. Атсыз болмайды. Ат баптайсыз ба? Ат баптайым. Қазір ақырын бір құнаным бар. Ұстап жүрмін. Бәйгеге қосасыз, бабы жарасқанда. Бабы жарасқанда соны келтіріп жүрміз. Соған ұстап жүрміз оғынанда. Мінекей Қарауыл төбе, қазақы дәстүрден айнымаған ауыл. Бұндай аттағалап жатқан көріністі үнемі кездестіре бермейміз. Жалпы таға бірнеше жылқыны тағалау бірнеше процестерден тұрады. Бұрындары бабаларымыз темір тағаның орнына мүйізден таға жасап атты тағалаған екен. Мүйіз таға жалпы темірге қарағанда көп желінбейді. Ал жақсы аға, біз жұмысымызды ары жалғастырайық. Сізге сәттілік. Сау болыңыз. Мінекей тағаңыз. Рахмет. Бидай адам баласына берілген ырыздық. Бабаларымыз алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деп дәннің құны алтыннан да жоғары екенін атап көрсеткен. Сырт көзбен қарағанда биылға өнім жақсы болғанға ұқсайды. Оны қазір ағамыздан сұрап көрейік. Аға, биылғы өнім қалай болды? Көңілдеріңізден шықты ма? Әрине, не ексең соны орасың деген халқымыз, бұрынғы дана халқымыз сол айтқандайын еккенімізді көңілімізден шығып, орып, қамбаға мінекей кіргізіп тұрған жайымыз бар. Өнім жақсы. Өнім жақсы. Біздің өзі өнім бір жақ халық айтады ғой, жетісу жер жанасы деп, сол жетісудың жер жанатының ішіндегі ең жақсы жер осы ма дейміз. Өйткені алдымыздағы ауыл кішкене тас тақты жерлер, одан кейінгі ауыл құмдауыт жерлер, соның ішіндегі ең құнарлы жер біздің осы. Егістікке ыңғайлысы да. Егістікке ыңғайлысы да, малға жайлысы да осы жер деп ойлаймын. Дәнді жинап болдыңыздар. Енді тағы да егу керек қой, жұмыс басталды ма? Басталып кетті, міне дайындалған дәрілеп, дайындап қойдық. Міне ертең Алла берсе талай адам сеуіп боқ қалды. Біз енді ертең бұйырса ертең шығамыз егіске. Дайындық жүріп жатыр қазір. Жүріп жатыр. Жұмысшылардың бәрі соған егістікке дайындалып жатыр. Ендеше жүріңіз, сол жерге барайық. Мынау дәріленген дән ғой. Мынау дәріленген неге себілетін, келесі жылға аманшылық болса себілетін дән. Лизинг алған тракторлеріміз бәрі. Алла берсе сол бір 10 шақты жұмыс күнінде бітірсек деп тұрмыз. Тағы да тура осында 200 гектар егістігіміз бар. Күздік соны 10 шақты күннің ішінде әйтпесе 3 күн, 4 күн сөткесімен жүреміз. Сонда бітіреміз деп өзіміз ойлап, жоспарлап тұрмыз. Енді оны бір Алла біледі енді. Ауылдың күйбең тіршілігі бір бітпейді ғой шіркін. Bir жұмыс аяқталса, келес жұмыстың күтіп тұратынын ауыл тұрғындары жақсы білет. Дәнді жинап болған соң, енді бұл шаруашылық тағы да күзгі бидайды себуге кірісіп жатыр. Қиярдың өзі сорты басқа ғой, ерекше, кішкентай өсеткен. Таза жаңағы тұздағанға дайындаған
таңдап алған сортымыз. Өзінің бір терудегі бір технологиясы бар негізі. Ақырын ғана ұшынан ұстайсыз да, көтерсеңіз жүзім сияқты бүйтіп өзі бүткіл қият, астынан саудырлап көрініп тұрады. Керген үшін. Қиналып, жаңағындай арасын ашып, қолыңызды сырмайсыз. Өстіп аласыз да қайтадан орнына тастайсыз. Бұл қиярды садастар ма қазір? Негізі, иә, шамалап өйткені бұл жерде кем дегенде 600 түп қияр бар қазір менде. 600 түп қиярды бір үйге егеру үшін өте көп уақыт кетеді. Сондықтан сатып отырсыздар. Сатып, иә, 2 күннің бірінде. Өнім жақсы берді ма биыл? Өнім енді бір аптасына есептейтін болсақ, 50-200 килограммға шығады. О, жақсы қой керемет. Сондай шығады. Ал бұрындары кішкене далаға егетін ол кезде 1000 түп болатын да, 1000 түптен жарты тоннадай кілем шығады. Мінекей, мынандай экологиялық таза өнімді тек ауылдан ғана кездестіруге болады. Аядай ғана жерден ауыл тұрғындары тынбай еңбек еткеннің арқасында мол өнім алып отыр. Ал жақсы, ісіңізге сәттілік, өнім мол болсын. Сау болыңыз. Жетісу алманың отаны. Бұл өңірдің әр ауылында алма бақ бар. 5 жыл бұрын бұл жер шаңы шыққан дала болған. Қарауылтөбе ауылының тұрғыны Самархан аға еткен еңбегінің арқасында ғажайып баққа айландырды. Биыл 1-ші жыл өнім беріпті. Қанша түп алма бар аға? 270 түп алма бар. Кандил деген сорты бар. Апорт, летний лимон, зимний лимон, 4 түрлі алма бар мұнда. Алманың сорттарын қайдан алдыңыз? Өзіміздің Қазақстанның тұқымдары ма? Мына Алматының Талғар районынан алдым. Сосын кейін Еңбекші Қазақ районынан алдым. Бұл алманы қай жерге өтсіз? Саттыңыз ба? Жоқ, мынау алғашқысын несін гуманитарный орса гуманитар көмек ретінде мына ауылдың детатына үлестірдім. Анау жалғызбасты әйелдерге мына ауылдың недеріне 1-ші жылы. Қайырымдылыққа бердіңіз ғой 1-ші жылы. Қарға оқитын сияқты аға, иә? Қарға, осы біздің құрт емес, қарға жау болды. Бала күнімізде осындай алма баққа ұрлыққа түсетінбіз, кейде ұсталып қап жатқан сәттерде алма терісіп және де қақ жаятынбыз. Ондай балалар бар ма қазір? Ұрлыққа түсетін балалар. Әкеңнен малға қанша талғаласын деген. Не бар ғой, мақал. Сол енді, қой балаларға ең болмаса, ол жолдастарымен кеп демал батса да. Әкеміздің осындай нетіп кеткен несет, бағыт деп айта жүреді ғой артыңнан. Ауылың шетіні көркі. Бұл Қарауылтөбедегі
соғыс ардагерлері мен боздақтарға арнап қойылған ескерткіш Қарауылтөбенің ғана емес, осы өңірдегі бірнеше ауыл ардагерлерінің есімдері тасқа қашалып жазылған. Бауыржан Момышұлының батальонында ерен ерлік көрсеткен Иманқұлов Сасықта осы жердің тумасы. Батырдың ерлігіне тәнтті болған Бәукең өз кітабында ерекше атап көрсеткен. Қарауылтөбе ауылының батыс жағында шамамен 9 шақырымдай жерде тілге шешен әрі көсем батыр би болған Байтолақ бабамыздың сүйегі жатыр. Кесенесі 18 ғасырда қаланған екен. Алыстан қарағанда бір Египеттегі пирамидаға ұқсайды. Қазір біз бұл жерге Байтолақ бабамыздың тікелей ұрпағымен келдік. Жайында ел аузынан тараған қандай деректері бар аға? Бір аңыз әңгімелер бар ма? Енді көп аңыз әңгімелер жетпеген, бірақ енді сол жаңағы билігі, батырлығы, осы жерде жаңағы көршілес жатқан Садыр елімен жаңағы енді барымта деген көп нәрселер болады ғой. Ұрлық, қарлық деген болады. Соның арасында жаңағы билігі айтып өте әділ шешім беріп отырған кісі деп естуіміз бар, бірақ енді көп жаңа мағлұматтар бізге дейін жетпеген ғой. Батыр болған, би болған дегеннен басқа жаңағы және байлығы да сонымен қоса болған деген. Дәулетті адам болған ғой. Дәулетті адам болған, иә. Енді дәулетті адам болмаса мынандай кесене салдыру мүмкін емес қой. Және бұл кесенені салғанда жаңағы мынаның топырағын илеп дейді. Илеп жаңағы қойдың майын, құйрық майын қосқан дейді. Ешкінің қылын, жылқының қылын қосып, арасында қымыз қосып дейді, жаңағы суға сонымен илеген дейді. Археологтардың құзырында ғой енді. Және өзі астында 5 метр тереңдікте баяғы жаугершілік заманда баяғыда сүйекті қорламасын деп салған ғой. Қорламасын деп кішкене тереңірек салған деген сөз, тереңірек көмген деген сөз бар, иә. Байтолақ бабамыздың ескерткіші қарапайым болып көрінгенмен, ерекше технологиямен ішінен қарағанда қазақ іспетті дөңгеленіп салынған. Сол заманғы сәулет өнерінің бір жетістігі десек артық айтқанымыз емес. Биіктігі 9, ені 8 метрдей болады. Қарауылтөбе тарихи нысандарға бай, табиғаты көркем, жусанынан жұпар аңқыған, топырағынан май шыққан арысты өлке. Тұрғындары жайбарақат, нағыз қоңыр тіршіліктің күйін кешкен ауыл екен. Ауылдан алыстамай ағайын, келесі аптада сіздің ауылда кездескенше аман сау болыңыздар.